Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге дайындалу жолы қарапайым, өте тойымды улитка деп аталатын ет қосылған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті ингредиенттер: 500 грамм дайын қатпарлы қамыр, 500 грамм тартылған ет, 1 дана картоп, 1 дана жуа, тұз, бұрыш, 1 дана жұмыртқа. Алдымен жуаны ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап туралған жуаны фаршқа қосамыз. Картопты майда кубиктеп тураймыз. Ыдысқа саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Пирогтың начинкасы дайын. Ендігі кезекте қатпарлы қамырды ұн сеуіп отырып, жұқалап, төртбұрышты етіп жайып аламыз. 5-6 сантиметрдей болатын жолақтарға кесіп шығамыз. Әрбір жолақтардың үстіне начинкасын біркелкі етіп салып шығамын. Начинка салынған жолақтардың жиектерін бір-біріне біріктіремін. Барлық жолақтарды осылай жасап шықтым. Енді пергамент қағазы төселген противеньге улитка тәрізді видеодағыдай біріктірген жағын төмен қаратып, томалақтап орап шығамын. Барлығын бір-біріне жалғап отырып орайтын боламын. Жұмыртқаны кесеге салып, вилкамен араластырып аламын. Кисточкамен пирогтың бетіне әдемілеп жағып шығамын. Мен сәндік үшін кунжут сеуіп шықтым. Бұл бірақ міндетті емес. Температурасы 180 градуста қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Өте дәмді, сырты қытырлақ, іші сочный болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше.